2-3 тонна суды көтеретіндей қылып, багетті орнатудың әдістерін үйрететін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар, кеттік. Төбемізді ең бірінші лазермен тегістеп аламыз. Ол үшін лазерді қосып, нижний точканы табыламыз. Бізде нижний точка мынау тұрған жер болады. 360 градус жан-жағын барына қызыл сызық түсіп тұрады. Енді бұрыш-бұрыштарына біз белгілеуді жасап аламыз. Төрт бұрышына осындай қарындашпен метка қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғанда осындай лазер алсаңыздар, 360 градус көрсететін лазер өте ыңғайлы. Бірден бәр жерді көрсетіп тұрады. Енді кейбір кезде штативке іліп қойға болады, бірақ бізге осы метод ыңғайлы. Үшінші бұрышы белгіленді. Енді соңғы бұрыш, төртінші бұрышты белгіледік. Енді осы белгілеген сызықтарды отбивашкамен атып сызып аламыз. Рогатка сияқты екі жағынан керіп тұрып, тартып тұрып жіберке қалған кезде бізде стенада бояуы қалып қояды. Егер де менің тағы басқа қандай инструменттер қолдануым қызық болған болса, мен арнайы видео түсірген болатығым. Оң жақ жоғарғы бұрыштан подсказка беремін, соған басып, сол видеоны көрсеңіздер болады. Сіздерден тағы өтініп сұрарымыз, бұл каналға тіркеліп, бөлісе отырыңыздар, білсе қазақ білсін, барлығын үйренсін, көрсін. Сондықтан бір-бірімізден аямайық, білгенімізді бөлісе отырайық. Басқа да группаларға таратып, атсалысуға шақырамын. Ендігі багетті стенаға отырғызбастан бұрын, оны қалай кесу керек, бұрыштарын қалай шығару керек, соны көрсетіп жіберсек. Түзу сызық алып, оны багеттің артқы жағынан кесеміз. Алдыңғы жағын мүлдем кесуге болмайды. Артқы жағын кестік, бүктік, міне 90 градус шықты. Бұл ішкі бұрыштар. Ал енді наружный угол, яғни сыртқы бұрыштарда кезетін жеріміз белгілеп аламыз. Осыған қиғаштап, яғни 45 градустай примерно белгілеп аламыз. Осы жерде арамен кескілейміз. Кескенде ортасына қарай, ортасындағы қара сызыққа қарай таятындай кесеміз. Бір жағын кестік, енді екінші жағын соған қарама-қарсы етіп кесеміз. Енді мына үш жағын кішкене керіп тастаймыз, полотноны кесіп кетпейтіндей жасап. Алдымен бір жағын, одан соң екінші жағын кестік. Енді бұлай 90 градусқа келтіреміз. Міне біздің 90 градусымыз, сыртқы 90 градус. Наружный угол, сыртқы бұрыш жасалды. Енді міне сыртқы бұрышыңызда, міне ішкі бұрышыңыз қатар кездескенде осылай қылып жасасаңыз болады.
Енді багеттің қалай қатырылу керек, сол туралы ары қарай жалғастырамыз. Багет қатыруға бізге шеге көмектеседі, нагель дюбель, чөпик және шуруптар керек болады. Ең бірінші шурупты қалай орнатамыз, яғни шурупты көбіне гипсокартонға орнату үшін қолданамыз. Гипсокартонға тек шуруптың өзімен ғана шурупты қиғаш қатырамыз, яғни суырып кетпес үшін. Кресна крес, яғни біресе оңға, біресе солға, біресе оңға, біресе солға қадап отырамыз. Әр шуруп бұраған сайын сызығымызды қадағалап отыруды ұмытпаңыздар. Міне шуруптардың бастарын қарасаңыздар, оңға, солға ағысқан. Ал бетонға келген кезде перфоратормен бірінші тесіп аламыз. Барлығын осындай тесіп жасап аламыз. Не болмаса шегемен қадаса болады. Шегемен. Бұның шегеніңде 3-тік, 4-тік, 5-тік, 6-лық сияқты размерлер болады. Қатты бетонға 3-тікті жарайды. Не болмаса мынандай чөпикпен тесілген тесікке сұғамыз да, одан соң шуруппен кернейт етеміз. Бұл ең мықты ұстайтын способтың бірі. Одан кейінгі әдіс нагель дюбель. Бірінші пластмассаны кіргізіп аламыз. Одан кейін өзінің арнайы шегесі бар, соны балғамен қаға саламыз. Бұл да бір әдістің түрі. Енді багетті жалғастыру үшін теріс орналастырамыз да 1 сантиметр алдындағы багетке жеткізбей кесеміз. Метка қойып алдық, енді осы жерден кесеміз. Бағанағы әдісте бойынша кескен жерімізден бөгемізде, оны оң жағын қойған кезде тура сәйкес келу керек. Міне, көздеріңіз көргендей сәйкес келді. Енді осыны бір жерінен тесіп, бірінші фиксировать етіп аламыз. Бірінші бір фиксация қойдық. Енді қалған жерін барлығын перфоратормен тіз қатар тесіп отырамыз. Тесіктердің арасын 20-25 сантиметр құрау керек. Багеттер кейбіреуі тесіліп келеді, кейбіреуі тесілмеген болады. Тесілмеген багеттерді өздеріңіз ара қашықтығын 20-25 етіп, кез келген 6-лық размерде тесіп алсаңыздар болады. Құрметті достар, енді каналымызға жазылып, басқа чаттарға бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтары көрсін, үйренсін, білсін. Сіздер қалай қатырасыздар, бұдан басқа да тәсілдер бар болып жатса, міндетті түрде комментарийға жазып, пікір білдіріңіздер. Пікір алмасып, бұдан да жақсы әдістер болса айта жатарсыздар.
Сонымен бүгінгі видеода барлық багетті қалай қатыру керек. Осылай қатырғанда 2 тонна болсын, 3 тонна болсын суды көтеретіні анық. Сондықтан каналымыздан алыстамаңыздар. Әр видео шыққан сайын көріп, поддержка беріп отыруды ұмытпаңыздар. Кейбір жерде ұмытылып кеткен жерлер болса, комментарийға жазып, біз міндетті түрде жауап беріп отырамыз. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бірге болған Керілмелі Төбе каналы. Осымен біз видеомызды аяқтадық.